1 сағат 2 сағат отырсаң құйрығың ауырып кетеді. Арқан құрысып жаңа. Қанша жұмсақ болған күндің өзі. Ал жәннатта дейді адам отырған кезде бүйтіп ол тірелмейді ар жағы. Жұмсақтығына. Ақ санаңа не келді? Мына жерге дайын болады. Айналаңда қор қыздар, жаңағы дүниенің саунасына барып жатқанға қызықпаңыздар да, одан ақыретте кереметі бар. Астың, дәмнің неше түрісі бар. Жаңағы ол қор қыздар, әр қосылған сайын қайтадан қыз болып тұрады ол. Ассаламу-алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Осындай надан дүмші молдаларды кім имам қылып қояды, кім өсиет айтуға шығарады деп таңғаламын мен. Мүфтияттың надандары осындай надандарды алдына итеріп халықты адастыруда. Бұл Ризабек өз көзімен жұмаққа барып бәрін көріп кіргендей өтірік соғып отыр. Бұл туралы ешқандай не Құранда, не хадисте сөз жоқ. Мұндай надандарды тыңдамаңыздар, адасып кетесіздер артынан.